Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро. Сіздермен бірге мен Мақсат Толықбай. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Ақтауда Жаңаөзенге қатысты 37 адамның үкімі шықты. Судья соңғы үкімді оқи алмай залдан неге қашып кетті? Қазақстан шекарасына кім шабуылдауы мүмкін? Генералдар үнсіз жатқанда халық өзінше болжамдар айтады. Ұлттық бірыңғай тестке түлектерді неше шенеунікке мәжбүрлеген талапкерлер қисынсыз сұрақтар көп дейді. Жаңаөзен оқиғасы бойынша 2 айдан бері өтіп жатқан сот отырысы мәресіне жетті. Ең ауыр жаза Роза Төлетаеваға кесілді. Ол сот шешіміне сай 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкімді оқуға кіріскенімен соңғы үкімді оқи алмай залдан шығып кетуге мәжбүр болды. Іште отырған сотталушылардың туыстары оған түрлі заттар лақтырып балағаттаған. Ал соңғы мәліметтер бойынша 3 мұнай шақталып, 5 адамға рақымшылық жасалып, 16 адамға шартты түрде жаза кесіліп, 13 адам әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сот үкімін естуге келген адамдар залға сыймай қалған. Тіпті бақылаушылар бөлмесінде де орын болмады. 37 айыпталушыға бірдей Жаңаөзенде жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Жаппай тәртіпсіздікке белсенді қатысты деген айыптар бойынша үкім шығарылды. Сот залында шүрт шулап үкімді естіген сотталушылардың кейбір туыстары дауыс салып жылаған. Баласына шығарылған үкімді естіген ата-аналарға тіпті жедел жәрдем шақыртуға тура келді. Ал сотқа қатысқан тәуелсіз бақылаушы Нұрлан Ерімбетов соттың әділдігі жайлы пікірімен бөлісті. События в Жаңаөзене — это верхушка. Бұл айсбергтің көзге көрінген бөлігі ғана, ал көзге көрінбейтін тұсында қылмыстық әрекеттер, жемқорлық, мемлекеттің тиімсіз басқару сияқты мәселелер бар. Кейбір саясаткерлердің популизм мен партиялардың насихаты да жатыр. Жұмыс берушілердің жауапсыздығын қосыңыз. Осының барлығы біздің қоғамның жауапсыздығын көрсетіп отыр. Ал ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Арқан Керген бекетіндегі төтенше жағдайға орай ұлттық қаралы күн жариялады. Қазіргі уақытта қаза болған 15 шекарашының біреуінен басқасының барлығының денесі табылған. Бір сазыбас туралы әлі дерек жоқ. Қазақстан шекарасына шабуылдап, сарбаздарды қырып салғандар кімдер сынды сұрақтарға жауап та белгісіз. Тілшілеріміз кезінде аталмыш жылжымалы бекетте әскери борышын өтіп, шекараны қорғап, оны бүге-шүгесіне дейін білетін бұрынғы сарбаздан осы оқиғаға байланысты болжамға негізделген нұсқасын тыңдап қайтты. Біздің жаңағы Арқан Керген постымыз, мына тұрғанымыз жаңағы ортадағы тау ғой. Бұл мысалы мынаның жартысы жаңағы Қытайдың жері, мына жартысы біздің жер. Сол біздің жаңағы күзететін аймағымыз осы мынаның жартысынан бері қарай. Бұл мен айтайын, ең қиын жаңағы пост осы таулы аймақ, өте қиын. Арқан Керген бекетінде 92 жылдар әскери борышын өтеген Мейрамбек Жүнісов ондағы төтенше жағдай туралы хабарды естігенде қиналғанын жасырмады. Кезінде дәл сол шекараны күзетіп, әр шұңқыры мен сайын жақсы білетін бұл азамат сарбаздарды өлтіргендер Қазақстанға емдік шөптерді алуға келетіндер емес деген болжам жасап отыр. Алайда олардың шекарадан асып келу мүмкіндігі өте жоғары дейді ол. Емдік шөпке келген қытайлар, олар бұл жерге келмейді де, келе алмайды да. Олар қорқады, олар келе алмайды. Ол енді ол жаңағы емдік шөп теруге келгенде өлтіріп кеткенге ол версия жауып тастау керек вообще. Ол жерден көлік жүре алмайды. Ол жерден только вертолет. Көлік жүре алмайтын шекарашылар заставасына келіп, сарбаздарды өлтіріп кеткендер арнайы дайындалғанға ұқсайды деп отыр бұрынғы шекарашы. Оның пайымынша түнде болған шабуылдан ең бірінші болып қаза тапқан бекетте түнгі күзетте болған солдаттар, екінші кезекші әскери, одан кейін офицер болуы мүмкін. Қазір оқиға болған жерде президенттің тапсырмасымен барлық органдар тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев 5 маусымда ұлттық аза тұту күні деп белгіледі. Қазақстандықтардың тыныштығын сақтап қалу үшін жас өмірін қиған сарбаздардың отбасына ел президентінің тапсырмасымен билік тарапынан көмек қолы созылып жатыр. Әзірге шабуылды кім істеген генералдар да дөп басып айта алмай отыр. Ал халықтың бұған қатысты болжамы мынадай. Мен ойымша, өз қазақтың елдері жасауы мүмкін оны. Сол нелерге қатысты. Оны или Қытай жасауы мүмкін. Қытай жақтан келген теракт шығар, болмаса не ол. Экспертиза жүргізгендердің уже қанша уақыт болды, баяғыда ашатын жағдай болатын, соны ашпай қойды. Барлығына көңіл айтам. Енді басқа балалар аман болсын.
Ал табылған 14 шекарашының денесінен алкоголь анықталмағанын Астанадағы сот медициналық сараптамасы көрсетіп отыр. Сондай қаза болған әскеридің бірінің денесі бекеттен 100 метр ары табылған. Ал заставаның жоғалған 6 бірдей аты бұрынғы шекарашының пайымынша енді табылмайды. Оны сарбаздарды қырып кеткендер мініп кетуі ықтимал дейді ол. Аида Боронбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 арна. Ал қайтыс болған орманшылардың бірі Руслан Киімді өткен демалыс күндері туыстары жер қойнына тапсырды. 40 жастағы Руслан әлдекімдер ұйымдастырған терактінің құрбаны болды деп жақындары қара жамылып отыр. Шекарашылар заставасында көз жұмған Руслан Киім үй салып үйленіп, бала шағалы болуды жоспарлап жүрген еді. Үлгерме деп туыстары қайғырып отыр. Оның нақты қалай өлген әріптестері де туған туыстары да білмейді. Олардың бар тілегі кінәлілер тиісті жазасын алса екен дейді. Бұндай төтенше жағдайдың енді ешқашан қайталанбауын тілейді олар. Тестілеу тәңірдің сынағыма бүгін елімізде ұбт-ның 4-ші күні өтіп жатыр. Жақындағы оның айналасында даудамайды көп. Сан мәрте сүзгіден өткізілген сұрақтардан оғаштық әлде кездесуде. Жаңа технологияларды дамыған заманында технологиялық ақаулардың әлде арылмай келеміз. Оның үстіне қару кезенген әскерилер жұдырықта жүрек алып ұшып тұрған оқушылар үрейін қашыруда. Олаздай әлімжеттік көрсетіп, жас қыздардың іш киімін шештіріп, арын қорлауда. Ученые считают, что культ барана был в каких-то там племенах в честь кого? И там. А этот вопрос только 91 года. Как мы его должны были писать, это неизвестно. Қисынсыз мазмұны күмәнді сұрақтар сан мәрте сүзгіден өткізілген тестілеуде әлі кезіп жүр дейді ашынған талапкерлер. Олардың мектеп бағдарламасында жоқтығын апелляцияға тапсырып оқушыларының жанында шырылдап жүрген мұғалімдер де растауда. Жансызды жанды еткен екідай жауапты сұрақтар жүрісімізден жаңылдыру үшін қасақана жасалған дейді түлектер. Мысалы, өлген адам оларды тірі адам деп саналады. Мысалы сондай. Бір физикадан бір задача болған, ол оны оқысаң, бір вообще мағынасы жетпей тұр. Мағынасы вообще толық емес. Сон задачаны оны істей алмайсың. Талапкерлердің айтуынша кешенді тестілеуге санаулы күн қалғанда Білім және ғылым министрлігінің сайтына Қазақстан тарихы пәнінен жаңа 300 сұрақ келіп қосылған. Ол жайында еш хабарландыру болмағаннан кейін оны көріп жадына түйгендер аз болған көрінеді. Мына жоғарыда отырғандар қандай адамдар? Олардың балалары жоқ па? 31 күн неге олар ертең жаңағы енді басталатын күн неге базын ауыстырады? Бүкіл программаны неге ауыстырады? Жыл бойы оқыған программаны неге ауыстырады олар? Көпшілік қара базардан сатып алып, осыған дейін қолданып келген матрица атты жауап парақшаларының да жәрдемі аз болған сыңайлы. Ал аудиторияларға бейне бақылау орнатып, оқушылар есік алдында темір іздейтін арнайы құралдармен тексерілсе де, ұялы телефондардың тілін кесу мүмкін болмаған көрінеді. Вчера проходили с металлоискателями, там он пикал, они свободно дальше шли. В моей аудитории передо мной пацан сидел с 3 телефонами. Справа там с телефонами люди сидели, там, с матрицами. Семейліктерде сынақтың әділ өткеніне сенім білдірмеуде. Мой коллега привез сюда $3000. Менің әріптесім баласын ұбт-дан өткізу үшін өзімен бірге $3000 пара келген болатын. Алайда аз деп қазіргі таксамен $5000 сұрады. Керек болса аттарын да айтып бере аламын. Полученные оценки. Былтырғы жылмен салыстырғанда түлектердің жинаған балдар расында да төмен. Бұның барлығы баланың дайындығына байланысты. Сондықтан жауаптар сатылды деген бос әңгіме. Ал қадағалауды күшейтеміз деп желігіп жүрген Астана шенеуніктерінің сөзін өздерінше байыптаған шолақ белсенділер кәмелеттік жасқа толмаған қыздардың ардын табалаған. Шашал десе басаларлар бойжеткендердің іш киімдерін ақтарып, ұятты жерлеріне қол жүгірткен көрінеді. Нас провели и закрыли дверь, там стояли где-то 4 женщины около. Одна медсестра стояла, 2 вроде бы из МВД женщины. Они сказали, давайте, что ты стоишь, раздевайся. Раздели, стояли, сказали снять блузку. Они начали проверять бюстгальтеры, все, они полностью вытащили бюстгальтеры, все шпаргалки вытащили. Сказали снимать юбку, колготки сняли, сказали снимать до трусов. Ладно, до трусов мы разделись, сказали трусы снимать. Көшеде жүрген қыздар сияқты көрді ғой бізге. Бергел жаман боқтап бергел сучка деп шақырып тұрып бізге тексерді ғой. Прям унижение, ты заходишь в таком хорошем настроении, а там тебя раздевают до головы. И ты заходишь в таком состоянии, даже не помнишь, как ты ручку взял. Ты даже не знаешь, что за вопрос, не можешь сообразить. Помнишь только, как тебя там унизили.
Жалпы биылғы жылы кешенді тестілеуге 121 мыңнан аса түлек қатысуда. Бұл мектеп бітірушілердің 78% ғана. Тестілеу мерзімі 15 маусымға дейін жалғаспақ. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Олеся Бабченко, Информбюро, бірінші арна. Ал Атырау облысының Махамбет ауданына қарасты Бейбарыс ауылында ішінде 5 адам бар Нива көлігі Орал өзеніне батып кетті. Көлік өзенге жексенбі күні белгісіз жағдайда түсіп кеткен. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар өкінішке қарай 5 адамның біреуін де құтқарып қала алмады. Артынан белгілі болғандай, түнде табиғатқа шығып демалып қайтқан жас азаматтар жол апатына ұшыраған. Салдарынан жүргізуші көліктің тізгінін жоғалтып алып, Орал өзеніне батып кеткен. Тергеушілер көліктің ішінен ішімдік сусындарын тапқандықтан жүргізуші мас болған деген қорытынды шығарған. Екі есікті көлікте не жүргізушіге, не жолаушыларға шығуға мүмкіндік болмады. Тіпті құтқарушылардың өзі олардың денелерін судан шығара алмай, оларды көлікпен бірге алып шыққан. Ішінде жалпы 5 адам болған, 5 жас балдар. Бәрі де құтқарылып шығуға, аман қалуға мүмкіндік болмаған жалпы. Есіктер себебі өтетін машина түнгі сағат 2-де болған оқиға ол. Жолмен келе жатырып, ана жерде іріскі бұрылатын жолдан есептелмей уже ары қарай уже үлгере алмай секіріп кеткен суға. Көкшетау қаласының тұрғыны тыл ардагері Қасым Қашқынбаев 90-ды алқымдаған шағында тағдыр тауқыметін тартып отыр. Ауылдан келген қарияның балаларынан да еш қайран жоқ. Өйткені 2 баласының біреуі екінші топтағы мүгедек болса, біреуі ісік дертімен ауруханада жатыр. Аядай ғана бөлмедегі қарттың аянышты халын біздің тілшілер де біліп қайтты. Осы уақытқа дейін талай бейнетті бастан өткерген қарияның 85 жаста да сергелденге түскен жайы бар. Тыл ардагері бірнеше жыл пәтер жалдап көшіп қонумен болған. Қайта қалалық әкімшілік қарайласып, жатақханадан бір бөлме берген жақында. Қасым ата қазір екінші топтағы мүгедек баласымен сол 11 шаршы метр бөлмеде тұрып жатыр. Бұған да тәуба дейді. Тек оны қинайтыны жатақханада жуынып шайынатын мүмкіндіктің жоқтығы. Бір қабаттың 10 шақты бөлмесінде бір-ақ дәретхана, қарияны қажытқаны да сол. Арманым соларда комнатный үй. Өйткені мынау туалетке барасың, қуық ұстамайды, картағаның белгісі. Бөлмесі 5-ші қабатта болғандықтан Қасым Қашқынбаев айына 1-2 рет қана далаға шығады. Оның өзінде баласының көмегімен. Шығып кіру қиын. Мен болғанда шығады, бір нетіп магазинге неге кетсем, ол мен шығарып алам, или түсірем. Солай қиын жағдай. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мамандары болса, әдеттегідей үй кезекпен беріледі дегеннен әрі аса алмады. Жыл сайын пәтер салынады деп, енді 2030 жылы қалай бізде осы қала бойынша үйлер өте аз салынады, қалай үйлер салынады, солай беріледі. Көкшетауда былтыр тек 45 пәтерлі үй берілсе, биыл 108 жанұя баспаналы болмақ. Жылына облыс орталығында 100-ге жақын үй салынады деп есептеген күннің өзінде Қасым Қашқынбаевқа қоныс тойын тойлау үшін кем дегенде 100-ге жетуі керек. Әйгерім Асқарбай, Әсем Қаматайқызы, Азамат Жанспаев, Информбюро, Көкшетау. Бір баспанаға қол жеткізу бүгінді әр қазақтың арманы. Арман қашан ақиқатқа айналар екен? Алда көретіндеріңіз. Әкімдер бос сөзден нақты іске қашан көшеді. Жолдың жоқтығы талғарлықтарды ереуілге шығарды. Тағы да ұшақ құлады, қаза тапқан 153 жолаушының ішінде қазақстандық азаматтар бар ма? Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Жолдың зардабын тартқан Алматы облысы Талғар ауданының тұрғындары ереуілге шықты. Әсіресе жолаушы таситын көлік жүргізушілерінің шымбайына батқан. Жұрт 7 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген жолдың жағдайын айтып, жергілікті шенелерден де сан мәрте көмек сұрапты. Алайда ақшаның жоқтығын сылтауратқан әкімдіктегілер қарапайым халықтың азына құлақ асқылары да келмейді. Ашынған халықты түсінген тілшіміз Лимара Салиқана болды. Жол тауқыметі Талғар тұрғындарын әбден мезеткен. 7 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген аудан көшелері бүгінде азаматтардың ауқымды мәселесіне айналыпты. Тіпті күнделікті болатын жол көлік апаты да ойдың жолдың кесірінен дейді қалың көпшілік. Бір шұңқырдан қашқан кезде екінші машина келеді, бір-біріне соғылады содан кейін. Осы жерде мында қанша авария болды. Былтыр күзде жасады осы жолды. Биттің қабыршығында бірдеңе жасатты. Ол бір айға жеткен жоқ, қайта түсіп қалды. Жылдағы әдеті осы. Бұған қоса жаяу жүргіншілер жолының шайылып кетуі де жергілікті жұртты әбігерге салған. Сондықтан ауданның басты жолдарының сиқын сипаттап, халық әкімдікке хат та жолдаған. Алайда жолдың жырланған парақ жазылғалы 2 айдың жүз өтсе де, жергілікті атқамінерлер жағдайдың тігісін жатқызып жауап бермепті.
Қарапайым халықтың мұңына құлақ аспаған шенділерге кіру тілшілерге де оңайға соқпады. Бар болғаны осы уақытқа дейін бюджетте бұл мәселеге ақшаның қарастырылмағанын айтқан аудан әкімі камераға түсуге ұялды ма, әлде жол мәселесі туралы сұхбат беру бедерін түсіретіндей жағдай болды ма, әйтеуір жолдың жырын қызметкеріне сырды. Бір ай, 2 ай біз мысалы қазір бастап отырмыз ғой. Біз августтың аяғына дейін бітсек деп отырмыз. Неге сіз арғы жаңбыр болады, жолдар уже сапасы төмен болады. Әкімдіктен көмек күте шаршаған көпшілік жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, қалталарынан қаржы шығарып, жолға тас төгепті. Алайда ақшаның аздығы бүкіл бір көшенің ойықтарын жамауға жетпеген. Десе де, бар мен базар болған бұқара. Әрі де болса биліктің бұл мәселеге бет бұрғанын қалайды. Лимора Салиха, Бек Осенбаев, Информбюро, Алматы облысы. Қызымды дәрігерлер өлтірді. Бүгін Алматыдағы мәйітханадан 23 жастағы қызының өлі денесін алып шыққан Бақытжан Сыдықов осылай деп отыр. Сот медициналық сарапшылар жасаған алғашқы болжам Маржанның өліміне қан жоғалтуы себеп деп көрсеткен. Немерелі болам деп жүргенде қызының табытын құшақтап қайтқан әке ақ халаттыларға өкпелі. Талғар аудандық перзентханасының қызметкерлері салғырттық танытпағанда өрімдей қыз өлім құшпас еді дейді. Алайда дәрігерлер бұл пікірмен келіспейді. Маржанды шығарып алуға бүгін жақындары перзентханаға емес, мәйітханаға келді. Бөпелі болғысы келген қызын күтіп алуға анасы емес, әкесі келді. Өйткені қыздарының өлі денесін алып кетуге қара жамылған отбасы отанасының әлі келмепті. Қаладан ауылға табыт құшақтап қайтқан топ өздерінің бұл халіне ақ халаттыларды айыптап отыр. Система қойған, системада 4,5 сағат жатқан, ауырған, не медсестра жоқ, не врач жоқ. Қасына ешкім келмеген. Қасына вообще ешкім келмеген. Қасындағы ауру тілі шыққаннан кейін қорықтым депті де, жаңа кішкентай қасықты алып, аузындағы тіл әрең шығардым дейді. Аяғы ісіп кеткен келіншекті жылдам емдеудің орнына дәрігерлер асыға қоймады дейді Бақытжан Сыдықов. Ол аздай демалыс күндері перзентханаға түскен үшін туыстарынан ақ халаттылар ақша дәметкен. Алайда ақша да басқа да ажалға араша бола алмапты. Текке жіберіп алған санаулы сағаттар алғашқы жүктілігінде-ақ ана болғысы келген келіншекті ажал құштырған. Қандай немен олар операцияға алады? Оның операцияға алатындай возможность жоқ ода. Ол одышкамен демаламай тұр, бір очокпенен ісініп бара тұр. Оған помощьты сол жағынан көрсету керек. Келші деп неткенге жарайды, енді бопты деп келгем. Білмеймін, ертеңі сөйтіп звоннат болmuş, тез келіңіздер деп. Барсақ уже өлтіріп тастапты. Айтпайды, іштен келіп айтпайды. Алайда Маржанның бұл өмірдегі соңғы сәттерінің куәсі болған перзентхана басшылығы туыстар айтқан пікірмен келіспейді. Нет, абсолютно это исключено. Женщина поступила 31-го, она находилась в стационаре, 2-го у нее ей стало резко хуже. У нас в жизни бывает, когда непредвиденные осложнений. Жаңа ғана Маржан Сыдықованың денесін туыстары мына мәйітханадан алып кетті. Мұндағы сарапшылар бойжеткеннің өліміне негізгі себептердің бір ретінде оның қан жоғалтуын атап көрсетті. Ана болу арманын өзімен бірге алып кеткен Маржанның денесі ертең жер қойнына тапсырылады. Ал сот медициналық сараптама қорытындысы тек 1 айдан кейін ғана белгілі болмақ. Ирина Савичан, Ернар Құсайынов, Информбюро 31-шарына, Алматыдан. Ақтөбелік жүргізушілер автобусқа жолаушыларды кіргізбей қойды. Алымдардың өсуіне қарсылық көрсеткен 60 аймаққа қатынайтын жолаушылар бағыттарының жүргізушілері жұмысқа шықпай қойған. Ақтөбелік жүргізушілер автобусқа жолаушылар кіргізбей қойған екінші күн. Соның салдарынан жүздеген астам ақтөбеліктер бүгін аудандар мен ауылдарға жете алмай қалды. Енді жүргізушілер автовокзалға түсісімен бұрынғыша 13% емес 16% төлеуге тиіс болған. Дегенмен де алымдар сомасы көтерілетін болса, онда жолаушылардың жол жүру ақысы да көтеруге тура келеді. Автовокзал әкімшілігі келіссөздер жүргізіп, тасымалдаушылармен арадағы түйткілді шешуге уәде берді. Процент қосып еді, мен оған отказной письмо бердім. Келісе алмаймын, себебі адам аз, такси көп, кішкентай біздің поселокта 80 такси бар. Ешқайсысы налог төлемейді, договор жоқ. Қалай болса солай өз бетімен жүріп жатыр. Мен сол 3%-ке қарсымын деп. Ал жексенбі күні Нигериядағы Лагос қаласының әуежайына жақын маңда ұшақ апатқа ұшырап, 153 жолаушы түгел қаза тапты. Көгерлердің айтуынша ұшақ қауіпті орынға қонбақшы болған. Алайда техникалық ақауға байланысты тұрғындардың ең көп шоғырланған үйдің үстіне құлап, кейіннен өртеніп, тұмсығымен 3 қабатты ғимаратқа бір-ақ кіріп кеткен. Мерт болғандардың саны ғимараттың ішіндегі адамдардың санына байланысты артуы мүмкін әлі.
Әзірге белгілі болғандай, Dana Air әуе компаниясына тиесілі ұшақтың құлаған жерінен ұшақтардың сөздері жазылған құрылғы табылды. Ал апат болған жерде өрт сөндіру көлігімен 50 құтқару жұмысшылары тек бір сағаттан соң ғана көмек көрсеткен. Сонымен қатар халықаралық Лагос әуежайы апатқа қарамастан жұмысын әрі қарай жалғастыруда. Құтқару қызметі аман қалған адамдарды іздестіріп жатқанда апат орнына мыңдаған адам жиналды. Ал Нигерияның президенті Гудлак Jonathanның жарлығымен елде 3 күндік қаралы күн жарияланды. Бейресми деректерге сүйенсек, ұшақ бортында қазақстандық азаматтар жоқ. Туманда Альбионда Ұлыбританияның патшайымы Елизавета II-ның таққа отырғанына 60 жыл толғанымен ерекше салтанатты шарамен атап өтті. Патшайым халыққа жолдауында 60 жыл бойы өзін қолдағандардың барлығына шексіз ризашылығын білдірді. Ұлыбританияның патшайымы Елизавета II 1952 жылы 6 ақпан күні таққа отырды. Бірақ бұл күн патшайым Елизавета II үшін қайғылы күн деп есептеледі. Себебі дәл 6 күні патшайым Елизавета II әкесі патша Георг 6-дан айырылды. Ал ханзада Уильям патшайым Елизавета II өзін кез келген ортада ұстай білетін, кіммен қалай тіл табысу керектігін жақсы түсінетін нағыз кәсіпқой екенін мақтанышпен жеткізді. Алматыда өткен автошоуда көрмеге қойылған көліктердің саны 1000-нан асты. Көпшілікке ұсынылған темір тұлпарлардың арасында ретро стиліндегі автомобильдер көпшіліктің қызығушылығын көбірек тудырды дейді ұйымдастырушылар. Алматының ретро стиліндегі автокөліктері бір алаңда жиналды. Әсіресе ескінің көзінде сақталған мына бір Мерседес маркалы көлік келушілердің көңілін аулады. 1933 жылы Германияда шығарылған темір тұлпардың ерекшелігі суретке түсушілердің қызығушылығын танытқан еді. Көрмеге қойылған көліктердің әрқайсысы тарихтан сыр шертеді. Мәселен, мына темір тұлпардың тізгінін авиақұрастырушы Андрей Туполевтің өзі ұстаған екен. 57 жылы Совет өкіметі осы Туполевқа лауреат Ленинский премия деп сыйлық берген ғой Совет өкіметі. Сол кезден баласы бізге сатыпты Москвадан. Сол бізге бұйырған машина. Ешкімде жоқ, ерекше мына көліктің салмағы 7 тонна. Әскери бағытта қолданылған алып автомашинаны сатып алуы да оңай емес. Арнайы тендерге қатысып, трактор жүргізушінің куәлігін алған соң ғана қожайын атана аласыз. Алматыдағы эксклюзив көліктің бірін иесі ерекше таныстырады. Есігі жоғарыдан ашылады. Бұл көліктің ерекшелігі жүзетіндігінде. Кәдімгі сүңгуір қайықтар сияқты суда жүзеді. Тек дөңгелектерін алу керек. Ал құны 110 мың ақш долларын құрайтын мына қымбат көлікте шоуға келушілердің назарын аударды. Қожайын да жаңа заманғы темір тұлпарына ерекше күтім жасайтын жасырмайды. Өзіңді сенімді сезінесің. Қымбат көлік қалай болғанда да адамға күш береді. Ел саған таңғалса, сен оларға қарап таңғаласың. Автошоудың басты мақсаты көліктерді жаңа немесе ескі деп бөлмей, бір аренаға жинау. Осылайша қымбат көлікте отырғандар арзан көлікке деген көзқарастарын өзгертсе дейміз. Алматыда өткен автошоу азаматтардың көлікке деген қызығушылығының бар екенін көрсетті. Осымен екінші рет өткізіліп отырған фестиваль автомобильдердің өзіндік күші мен ерекшелігін ескермек. Жәния Өсерқұл, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Бүгін келіп түскен ақпараттар легі осындай. 31-ші арна қосылып болсын. Аман сау болыңыздар.